Ал Қызылордада салынып жатқан шыны зауыты орталық Азияда теңдессіз соңғы технологиямен жабдықталады. Өндірісі орнының қондырғылары мамыр айынан бастап әкелінеді. Бұл туралы Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі басшылығының сыр өңіріне сапары барысында белгілі болды. Сондай-ақ бүгін облыс орталығында Нұрлы жол бағдарламасы аясында салынатын тұрғын үйдің құрылысы басталды. Ауқымды екі жобаны да Бәйтерек холдингі іске асыруда. Шыны зауыты Қызылорда қаласындағы индустриалды аймақта жүргізіліп жатқан қанатқақты жоба. Бүгінде құрылыс алаңына 200-ден астам адам жұмылдырылған. Бірінші кезекте дайын өнім қоймасының құрылысы жүргізілуде. Строительство склада готовой продукции. Дайын өнім қоймасының ұзындығы 300 метр, ені 150 метрді құрайды. Қазіргі таңда металл құрылымдау жұмыстары аяқталып, сыртқы қабырғалары қаланып жатыр. Сонымен қатар зауыттың негізгі өндірістік құрылғылары қойылатын бас ғимараттың құрылысы басталып кетті. Зауытты шыны өндірісі саласында әлеуеті жоғары америкалық компания жабдықтайды. Өндіріс қуаттылығы жылына 197 мың тонна шыны табақша дайындауға лайықталған. Әлемдегі барлық шыны өндіретін зауыттарда біздің қондырғыларымыз орнатылған. Біздің компания бұл салада 70 жылдан астам уақыт қызмет атқарып келеді. Ал Қызылордадағы шыны зауыты орталық Азия және ТМД елдерінде баламасы жоқ ең үлкен шыны зауыт болмақ. Инвестициялық жобаның құны 36 миллиард теңгеден асып жығылады. Қаржының 80%-ын Қазақстан даму банкі бөлсе, қалған 20%-ы инвесторлардың үлесі. Біздің жоспарымыз 2017 жылда осы зауытты іске қосу. Сонымен бірге қазір жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, біз қазір кадрларды дайындау жұмысын бастап жатырмыз. Маусым айынан бастап осы зауытқа 370 адамды тауып, оларды біздің шетелдік инвесторлармен бірлесіп, оқыту жұмыстарын бастайтын боламыз. Сондай-ақ бүгін Қызылорда қаласында мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында бой көтеретін тұрғын үйдің іргетасы қаланды. Биыл Бәйтерек ұлттық холдингі Қызылорда қаласында Нұрлы жол бағдарламасы шеңберінде 600 отбасын баспанамен қамтуды көздеп отыр. Ол үшін жалпы аумағы 40 мың шаршы метрден асатын 12 тұрғын үй салынады. Бұл баспаналар бірінші кезекте жетімдерге, көп балалы немесе мүгедек балалары бар отбасыларға және бюджеттік мекеме қызметкерлеріне үлестірілетін болады. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, қорытынды жаңалықтар, Қызылорда.